Жұлдызшалардың орнындағы цифрларды табыңдар. Бізге мынандай ребус берілсін. Ал енді осындағы сандарды жазып қояйын. 7, 6, 4, 2 деп. Мына жердегі белгісіз санның орнына 7-ні қосқан кезде 4 шығатындай. Яғни 7-ні қойсақ, 7-ге 7-ні қоссақ, 14, 4-і түсіп, 1-і ойда қалады. Ал енді 6-ға бір санды қосқан кезде ол 12 шығу керек. Яғни алған кезде 5 десек, 11 ойдағы мен 12 екісі түсіп, 1-і ойда дейміз. Ал мұнда 3 таңбалы сан беріп тұр ғой балалар. Ондай болатын болса, ал мұнда 4 таңбалы сан беріп тұр. Яғни 4 таңбалы шығу үшін 3 таңбалының соңғы цифрын аламыз. Яғни 9 десек, 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. Міне арифметикалық ребусымыз шешілді. Арифметикалық ребуста шешіңдер.